Құрметті көрермендер, өмірде қолына кітапты алып көрмеген адам кем шығар. Өйткені кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітап деген адамның ең серіктес досы, таптырмас білімнің қайнар бұлағы десек те болады. Кітапты адам неғұрлым көбірек пайдаланған сайын оған әртүрлі зақымдар тиюі мүмкін. Және де уақыт өте келе күннің, ауадағы әртүрлі ауыр металдардың зияндығы кітаптың парақтарына тиюі мүмкін. Кітап парақтары сарғаюы, терісі тартылуы, мұқабасы жыртылуы, әртүрлі жәндіктердің әсер етуі мүмкін. Сондай келтірілген зияндарды қайтаратын және кітаптың өмірінің ары қарай ұзағырақ болуына атсалысатын біздің орталығымыздың зертханасына қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, біздің орталығымыздағы есепке алу, сақтау, қалпына келтіру және бүлінуден қорғау жұмыстары бөлімінің жұмысымен нақтырақ таныстырып кетуді жөн көріп отырмыз. Сіздер байқап отырғандай, бұл бөлмеде кітаптарды залалсыздандыру жұмыстары атқарылады. Зертханамызға кітаптар түскенде ең алдымен осы бөлмеге жөнелтіледі. Сіздер көріп отырғандай, мына полиэтилен дорбаның ішіне салып, осының ішінде кітаптар ең бірінші залалсыздандыру этапынан өтеді. Бұның ішіне арнайы инерттік газ толтырылып, кітаптарды ішіне салынады және осындай жағдайда 3-4 апта тұрады. Бұл технология әлемнің ең озық кітапханаларында, архивтерінде және мұражайларында қолданылады. Соған орай біздің орталығымызда осындай кітапқа барынша зиянын аз тигізетін залалсыздандыру шараларын қолға алып, қазіргі таңда атқарып келе жатыр. Сіздердің алдарыңызда Брискиани фирмасының арнайы инертті газ генераторы. Бұл инертті газды өзі генерация жасайды да, мына алдарыңызда тұрған ресиверге құяды. Және осы ресиверден біз оны алып, жаңағы полиэтилен дорбаның ішіне құямыз. Яғни біз сырттан ештеңке сатып алмай, өзіміз генерациялап, ананың ішіне құя аламыз. Кітап инертті газдан алынғаннан кейін келесі кезекте табиғи қаламмен толығымен парақтары шаңнан тазартылады. Кітап шаңнан тазартылып болғаннан кейін кітап парақтарының қышқылдық деңгейін өлшеуіміз қажет. Кітап парақтарының қышқылдық деңгейі нормадан ауытқулар байқалса, онда кітаптың қышқылдығын бейтараптандыруымыз қажет. Кітап қышқылдық деңгейі pH метрмен өлшенеді. Егер pH метр кітап парақтарының қышқылдық деңгейін нормадан ауытқуларын көрсететін болса, арнайы құрылғыда буфер-бароу деп аталатын сұйықтық жасаймыз. Ол үшін өзінің арнайы тұздары бар, соларды салып, үстінен дистилленген су құйып, көмір қышқыл газын жіберіп отыру арқылы 2,5-нан 4 сағатқа дейін ара қашықтықта арнайы сұйықтық дайындалады. Сұйықтық дайын болғаннан кейін оны арнайы үлкен ыдысқа құйып, кітап парақтарын мұқият сол сұйықтыққа батырып, толығымен жуамыз. Сіздерге бір ескерте кететін жағдай, егер кітабымыз қолжазба болса, онда оны суда жуамаймыз. Өйткені бояуларының бәрі ағып кетеді. Сол себепті ол жағдайда біз арнайы спрейлер шашамыз, болмаса осы буфер-бароуды дайындап, оны шашу арқылы ғана, қатты суламай, шашу арқылы ғана әрекет етеміз. Дайын болған парақтарды су сорғыш қағаздың ортасына салып, стапельдік кептіргіште кептіреміз. Толық залалсыздандырған кітаптарға осы бөлмеде қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Қалпына келтіру жұмыстары ең бірінші кітапты бұзудан басталады. Кітапты бұзбас бұрын парақтарының бәрін толығымен нөмірлеп аламыз. Одан кейін кітаптың ортасындағы жіптерінің бәрін кесіп алып, кітапты толығымен бұзамыз. Кітапты қалпына келтіру жұмыстарына арнайы оннан жасалған желім қолданылады. Және де бүкіл әлемде қолданылатын жапон қағазын қолданамыз. Жапон қағазы қажет болған жағдайда кітап парақтарының түсіне қарай боялады. Қалпына келтіру жұмыстары қалпына келтіруші мамандан
аса мұқияттылықты қажет етеді. Өйткені бұл жерде майда детальдар өте маңызды. Қалпына келтіру жұмыстарына қойылатын талаптардың бірі ол қалпына келтіру жұмыстарының қайтарымдылығы. Яғни бүгін жасалған реставрация жұмыстары уақыт өте келе алып тастап жаңадан жасауға мүмкіндік болуы керек. Сол себепті ұн желімі қолданылады. Ұн желімін қажет болған жағдайда сәл ғана сулап қайтадан алып тастауға болады. Кейбір жағдайларда ұн желімі емес крахмалдар қолданылады. Мысалы, күріш крахмалы. Күріш крахмалының ерекшелігі ол парақтардың жан-жағында ореолдар қалдырмайды. Химиялық желімдер қолдануға болмайды, өйткені олар тас болып қатып, кітап парақтарына одан сайын залалын тигізуі мүмкін. Сол себепті тек қана табиғи желімдер мен табиғи материалдар қолданады. Тіпті кітап парақтарын бояудың өзіне арнайы табиғи шөптермен қолданады. Жаңа айтып өткенімдей, қалпына келтіру жұмыстарына тек қана дистилленген су қолданылады. Қалпына келтіру жұмыстары, яғни сіздер қазір көріп отырған қалпына келтіру жұмыстары, бұл классикалық әдіс деп аталады. Бұл классикалық әдіс арнайы астынан жарық жанып тұратын столдың үстінде жасалады. Қалпына келтіру жұмыстарын жасап біткен кітапты тігіп түптейді. 2018 жылы зертханамызға арнайы микроскоп сатып алынды. Ол микроскоп майда жұмыстармен айналысуға мүмкіндік береді. Және де бүкіл әлемдік интернет желісін қолдану арқылы отандық және шетелдік ғалымдармен байланысып, туындаған сұрақтар бойынша консультация алып отыруға мүмкіндік береді. Бұл микроскоп сурет түсіруге және видео жүргізуге керемет мүмкіндік береді. Майда жұмыстарды жасаған кезде таптырмас құрал. Аса қадірменді көрермен, сіздердің тамашалағандарыңыз зертханамыздың жұмысына шолу. Алдағы шығарымдарымызда зертхананың жұмысына нақтырақ тоқтайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет.